Сәлем достар, 1-90-ға арналған тжб бірінші нұсқасында бізде тең бөлікке бөлінген бе? Жауабы жоқ деп белгілейміз. Екінші дұрыс теңдік бізде В жауабы болады. Үшінші есепте бізде амалдарды қолданбай-ақ анықтаңыз. Бізде 39 13-ке бөлінеді. Демек бізде осы көбейтінді 13-ке бөлінеді деген сөз. Бысы бізде қосылғыштардың әрқайсысы 7-ге бөлінсе, онда осы қосынды 7-ге бөлінеді. 49-ды бөлеміз 7-ге, тең 7. 98 7-ге бөлеміз, тең 14. Демек бізде мына қосынды 7-ге бөлінеді екен. Төртінші есеп қысқармайтын бөлшек түрінде жазыңдар. Демек ең үлкен ортақ бөлшегіне қысқартамыз. 147-ден 105, 105 пен 147 21-ге бөлінеді. 7-ден 5 болады. Бысында бізде 1075 пен 600, 600 бен 1075 25-ке бөлінеді. 600-ді қысқартсақ 24, бөлімін қысқартсақ 43. Сонда 43-тен 24 жай бөлшегі шығады. Бесіншісінде теңдеу 2y қосылған 5. Сол жақта қалады, тең оң жағында 26 қосылған 14 болады. Жиырма 26-ға 14 қоссақ бізде 40 шығады. Y қосылған 5 тең 40-ты 2-ге бөлеміз. Бұл бөліндіден бізде 20 шығады. Y-ті табу үшін біз 20-дан 5-ті аламыз. Y тең, сонда теңдеудің түбірі 15-ке тең. Тексеру керек. Y-тің орнына сонда 15 санын қоямыз. Ең бірінші жақшаның іші орындалады, қосқанда 20 болады. 2-ні 20-ға көбейтсек 40. Енді 40-тан 14 азайтамыз. Демек, жауап дұрыс екен. Алтыншы есеп бізде тізбек берілген. 5-ші күні қанша билет сатылар еді дейді. Бір заңдылықты анықтауымыз керек. Бізде кему ретімен тұр, демек бізде азайту болады. 148-ден 4 азайтқанда 144, минус 8, 2-ге көйт отырамыз. Минус 8-ді 2-ге көйтсек минус 16, минус 16-ны 2-ге көйтсек, демек минус 32. Сонда 120-дан аламыз 32-ні. Жауабы 88. Сонда 5-ші күні 88 билет сатылар еді. 7-ші есеп 184 майка және 253 футболка сатып алынды дейді. Бұның жауабын қанағаттандыру үшін бізде ең үлкен ортақ бөлгішін табуымыз керек. Ол үшін жіктеп алайық. 184 ең бірінші жай сан 2-ге бөлінеді. 90 2 болады. Оны 2-ге бөлеміз. 46, 46-да 2-ге бөлінеді. 23, 23, 23-ге бөлінеді. Енді 253 жіктеп алайық. 253 11-ге бөлінеді. 23, 23, 23-ге бөлінеді. Енді бірдейлерін аламыз. Бізде 23. Сонда жауабы 23 ең көп саны болады. Екінші нұсқаны бастайық. 6-дан 1 жоқ деп белгілейміз.
Дұрыс теңдік бізде В жауабы болады. 4-тің 7 дәрежесі болу керек. Үшінші есепте амалдарды орындамай-ақ қалай анықтаймыз? Бізде бір көбейткішіміз бөлінсе болғаны, 68 бізде 17-ге бөлінеді. Демек, осы көбейтінді 17-ге бөлінеді деген сөз. 64 қосылған 96 қосындысы 8-ге бөліне ме? Бізде қосылғыштарда екі қосылғышта 8-ге бөлінсе, онда қосынды 8-ге бөлінеді. 64 8-ге бөлсек 8, 96-ны 8-ге бөлсек 12. Демек, бізде қосылынды 8-ге бөлінеді. Төртінші есеп қысқармайтын бөлшек түрінде жазыңыз дейді. 175-тен 105. Бізде 105 пен 175 35-ке бөлінеді. Сонда 5-тен 3 жай бөлшегі шығады. Басында бізде 1025-тен 600, екеуін 25-ке қысқартамыз. 600-ді қысқартсақ, бағана 24 шықты. Ал 1025-те 41 шығады. Демек, бізде 41-ден 24 жай бөлшегі шығады. Бесінші есепте теңдеуді шешу. 2y-5 тең 26 азайтылған 14 деп аламыз. Сол жағын өзін жазып қоямыз. 26-дан 14 алсақ, 12 шығады мәні. y-5 сол жаққа қалдырамыз, сонда 12-ні 2-ге бөлеміз деген сөз. y-5 тең бөліндінің мәні 6 болады. y-ті табу үшін 6 қосылған 5 деп аламыз. Сонда түбірі бізде 11-ге тең болды теңдеудің. Тексеру керек. Сонда y-тің орнына апарып, біз енді 11-ді қойып аламыз. Екі көбейтілген жақшаңшын азайтқанда 6 қосылған 14 тең 26-ға. Екі жерде 6 12, оған 14 қоссақ 26 шығады. Демек, бізде теңдеудің түбірі дұрыс деген сөз. Алтыншы есеп. Тізбек берілген 147, 144, 138, 126. Заңдылықты анықтап, 5-ші күні қанша билет сатылғанын табуымыз керек. Қарап отырсақ, 147-тен 144-ті алсақ, бізде кемуретімен, сондықтан азайту 3 болады. Азайту 6 болған. Демек, бізде 2 еселеніп отырған. Енді азайту 12 болады. Арғарай 5-шісінде азайту 24 болады. Сонда 126-дан 24-ті алсақ, жауабы 102 болады. Сонда 5-ші күні 102 билет сатылар еді. 7-ші есеп. Бізде 152 майка, 209 футболка сатып алынды. Жауапты қанағаттандыру үшін бізде ең үлкен ортақ бөлгішін табамыз. 152-ден бастап жіктейміз. 152 жұпсан, сонда 2-ге бөлінеді. 76, оны 2-ге бөлеміз. 38, оны 2-ге бөлеміз. Сонда 19. 19 жайсан өз-өзіне бөлінеді. 209 бізде 11-ден бастаймыз. 11-ге бөлсек 19 болады. 19 өз-өзіне бөлінеді. Ең үлкен ортақ бөлгіште бірдейлерді аламыз. Сонда бізде 1/19 ғана, демек ең көп болатын саны 19 екен. Достар, видео ұнатса каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.